Желіде құндыздың байланып жатқан суретін көргеннен кейін ертеңге дейін шыдап отыра алмадым. Қазір Алматыдан Таразға жолға шықтым. Жол амандығын берсін. Ардақты ағайын, сіздердің дұғаларыңыздың арқасында Таразға аман-есен жеттік. Енді Алла қаласа таңертең зерттеуімізді бастаймыз. Менің мына қазір көріп, мына желідегі мына тарап кеткен оқиғаны мен өзім таңғалып отырмын. Мен қаншама жылдар, қаншама балалар алып, мен сіздердің алдарыңызда ақталайын деп отқан жоқпын. Бірақ та мына жағдайды кім түсіріп, қалай жіберген мен білмей отырмыншы. Мен болмадым мына жағдайда. Мен бұл жағдайға жібермес едім. Егер де мен өзім байлап сондай жағдайға жеткізіп атсам, онда мен өзімді мен қасандық жасамайтын шығармын. Мен ондай байлап қойып, мен суретке түсірткізбейтін шығармын балаларға ше. Келген адамға. Ал енді бұл жағдайды мен білмеймін. Бұл балалар ақыл ескен балалар болғаннан кейін енді Құндыз бен Назгүл, Құндыз көбінесе Назгүлді ұрып соғады. Сол арада мүмкін байлаған шығар. Мен оны білмеймін. Бәрі бұл үйдегілер, балалардың бәрі ақыл ескен балалар ғой. Мен бұл жағдайды қай уақытта болғанын да білмейді екен, мен бүгін білдім. Мен балалардың мысалы денсаулықтары жөнінде, балалардың жаңа продуктысы жөнінде, осылардың документациясын жөнінде мен көп шығып кетем. Мен келгенде үйдің іші тып-тыныш, бәрі әп-әдемі отырған балалар болатұғын. Бұл жерде мен ойлаймын, менің аяғымнан шалу немесе бір ар намысыма нұсқан келтіру шығар. Мен осынша жыл қаншама бала шағаны өмірге асырап, өмірге арғарай өсіріп жіберген қаншама бала шағам бар. Мен оны еш уақытта да білмеймін, ондай болу мүмкін емес. Кімнің қалай істегенін аяқтан шалу деп ойлаймын бұл жерде ше. Мен өз-өзіме қастандық жасап. Назгүл, қалайсың? Қай іште? Неге мына жақта емессіңдер? Осы жақта тұрасыңдар ма? Қашаннан бері? Құндыз, қалайсың? Саған? Бәрі дұрыс па? Өзім журналист ретінде қинау бабын көріп тұрмын. Қол аяғы кәдімгі кісенделіп, тұсауланып, скотчталған. Мынау ауа жетпей өліп қалса не болады? Оның характерін сен білмейсің, Руслан. Мәселе характерда емес. Осылар кегелім миыма да тыныштық болмады, өзіме де тыныштық болмады. Ардақты ағайын, шұғыл алдарыңызға шығып тұрмын. Әлеуметтік желіден барлығы маған Құндыздың Зүлфияның үйінде қол аяғы скотчталып байланған суретін жіберіп жатыр. Қазір енді мен Алматы қаласындамын. Мән-жайды білу үшін Зүлфияға хабарласам. Зүлфия апай, саламатсыз ба? Саламатсыз. Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Шүкір болады. Зүлфия апай, әлеуметтік желіде Құндыздың суреті таралып жүр ғой, жатыр сіздің үйде скотчталып аяқ қолы. Ол не сурет? Соны менде няня болып істеген Құндыз кімді ұрған ғой, Назгүл, мен саған суретін жіберем. Кімді кім ұрған? Құндыз кімді ұрған? Әпкесін ұрған ғой, возбужденный болып. Сол кезде байлаған ба білмеймін ғой, мен де соны қазір көріп жатырмын. Құндыз біреуді ұрғаннан кейін кім байлаған оны? Үйде Танялар байлаған ғой. Таня байлаған ба? Иә, мен байладым дейді ғой. Таня қазір қасыңызда ма? Қасында. Таня сөйлей ала ма? Сөйлемейді ғой, ол да не ғой, группадағы ғой. Енді неге сіздер өзі жаралы қызды байладыңыздар? Неге оны байлатқызасыз? Жаным, мен бар ғой, соны үйде болсам, менше ары бері жұмыста жүрмін. Мен де нерв болып қазір. Шыны керек қой, Руслан, мен понедельник бар заявление жазып өткіземін. Рахмет. Уже мен неше түрлі нәрселер шығарып жатырмын. Жақсы. Сіз кімге өткізесіз оны? Өкіметке. Онда мен дүйсенбі күні барам Таразға, я? Күтіңіз мені. Керек жоқ. Жоқ, сіз жауап беру керексіз осы тірлік үшін. Мен барам, күтіңіз мені. Қалай сіз өзі ешкімі жоқ, жетім қызды қалай байлайсыз? Күтіңіз мені. Ардақты ағайын, көрдіңіздер, байлаған мен емес, Таня деген күтуші қыз дейді, бірақ мен ол жауабына Зүлфияны сенбеймін. Сондықтан Тараз қаласының қорғаншылық, қамқоршылық бөлімі мына істі назарға алыңыздар. Мен алдымыздағы апта Таразға барам. Мына сурет не сұмдық? Құндыз өзі ешкім жоқ қыз байланып скотчпен қол аяғы кісенделіп жатыр. Ильяс хабарласқан жоқ па?
жоқ, сот процесі болып жатқан кезде бір рет жолдасы хабарласты. не деп хабарласып еді? Продукты жөнінен. Мен айттым, жаным, мен өзім жасайтын адам таппай жүрмін дейді. тиктокта Құндыз бен Назгүлге деп сізге деп ақша берді ғой. Өзіңізге беріп жатырмыз қаражат. Қазір шотыңызға жібереміз. Бұл вообще 1 миллиондай қаражат бүгін әкеліп жатырмыз. Берді. Сонымен қайттан камерасын бәрін өшірді, қайтып алып кетті. Берген ақшасын. Иә, Сіз сұрадыңыз ба? Жаңа ғана бердім, неге алып баратсың деп. сұрамын жоқ. Сонда осы камераға түсіріп қанша теңге берді? 500 мың. Сосын камера өшкеннен кейін қайтадан алып қойды. Иә, Одан бөлек сізден алтындарыңызды алып кетті. иә. Шамамен қанша теңгеге алтын алды? 780 мың ба, 750 мың ба сондай болды. Жалпы алтынның құны, иә? Жоқ. Әлде жаңа 500 мыңмен. Бірге қосып. Енді сіз о баста Құндыз бен Назгүлді сол Ильясқа бергіңіз келіп еді ғой? Есіңізде ме? Енді мені солай айтқызды ғой осы жерде отырыпшы. Кім айтқызды? Ілияс айтқызды ғой. Бүйтіп Ілияс айтқызды ма? айтыңыз, сөйтіп айтыңыз. Мен қайдан білейін кімнің қандай ойы бар маған деген. Енді әңгіменің ашығы сол Ильяс екеуіңіз мені жамандадыңыз.